Сәлем, қаларыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Біраз болыпты сіздермен эфирге шықпағаныма. Жұмыс қауырт көбейіп кетті. Қазір интернет әлемінде білесіздер, біз онлайн жұмыс жасаймыз, декларация тапсыру деген сияқты. Соған байланысты ютубқа көп шықпай кеттім, бірақ та бүгін өте бір жақсы жаңа ой келіп тұрды, соны сразу түсіріп жүктеп тастайыншы деп сонымен шығып жатырмын. Жалпы мен сіздерге айтайын дегенім, кез келген дүниені істеген кезде, бір жұмысты мақсатты бастаған кезде сомневание ұстамаңыздар. Сомневание дегеніміз жаңағы бола ма, болмай ма деп сергелдеңге салмаңыздар. Болмайды дедіңіз ба, ол болмай қалады. Болмай қалса ше, сөйтсе ше, бүйтсе ше дедіңіз ба, ол солай болады, сондай болмай қалады. Сомневанияңыз болды ма, уже сондай болмай қалады. Смело тура кірсіңіз, тура болады дегеніне сеніңіз, мақсатыңыз орындалатынына, істей алатыныңызға, қолыңыздан келетініне, бұл іс ойлағаныңыздың нәтижесі болатындығына сеніңіз. Сол кезде ісіңіз жүреді. Сондықтан ешқашан сомневание ұстамаңыз. Сомневание құртады адамды. Смело, 100% сеніммен сенген ісіңізді сеніп тұрған кезде бастаңыз. Сомневание ұстап қалдыңыз ба, оны істемей қойыңыз. Сондықтан сергелдеңге салынып, бола ма, болмай ма деген нәрсеге ешқашан берілмеңіз.